Сәлем достар, егер де балалық шаққа саяхат жасағыңыз келсе, онда дәл осы ватрушка тоқаштарын пісіріңіздер. Себебі дәмі дәл сол баяғы кішкентай кезіміздегі ватрушкадан ешқандай айырмашылығы жоқ. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, қолдауды ұмытпаңыздар. Алдымен 250 грамм жылы сүтке 1 ас қасық ашытқы және де 1 ас қасық қант салып, 10 минутқа ұйытуға қоямыз. Енді 1 жұмыртқаның ағы мен 1 толықтай жұмыртқа және де 2 ас қасық қантты қосып жақсылап қантымыз ерігенше араластырамыз. Енді жұмыртқамызға ванилин ұнтағын және де сүтімізді қосып араластырамыз. Дайын болған массамызға електен өткізілген ұнды қосып, қасықтың көмегімен біркелкі массаға араластырамыз. Құрамында көрсетілген ұннан артық ұн салмаңыздар, себебі тоқашыңыз тығызданып кетеді. Шамамен 50 граммдай ұнды тақтайшаның үстінде жұмыс жасауға алып қалыңыздар. Енді қамырымызды тақтайшаның үстіне салып, бөлме температурасында еріген сары майды қосып, жақсылап қолға жабыспайтындай біркелкі массаға айналдырамыз. Видеода көрсетілгендей, тақтайшаға қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр иленуі тиіс. Дайын болған қамырды май жағылған ыдысқа салып, 1,5 сағатқа бетін жауып жылы жерге қоямыз. Дайын болған қамырымыз көлемі жағынан 2 есе ұлғайып, осындай жұмсақ үлпілдек болып шығуы тиіс. Енді дайын болған қамырымызды 12 бірдей дөңгелекке бөліп, 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Салмасы үшін 400 грамм ірімшік, 2 ас қасық қант және де 1 жұмыртқаны алып, жақсылап араластырып, біркелкі массаға айналдырамыз. Енді тоқаштарымызға бірыңғай пішін беру үшін стакан немесе шынаяқтың көмегімен ортасынан басып, әдемі пішіндер келтіріп аламыз. Енді тоқаштарымыздың үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, ортасына салмасын саламыз. Әр тоқашқа 2 ас қасық салмадан келеді. Салмасын салып болған соң 180 градус қызып тұрған пешке 20-25 минутқа дайын болғанша пісіреміз. Осымен біздің ватрушка тоқаштарымыз дайын. Тоқаш өте жұмсақ, ылғалды және де сол жұмсақ қалпын 2-3 күн сақтап тұрады. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.